Ертегілер еліндегі жарыс. Ертегілер елінде жыл сайын үлкен жарыстар өтеді. Бұл жарыста орманның ең жылдам, ең епті, ақылды жануарлары бақ сынайтын. Биылғы жарыс ерекше болды, өйткені оған піл, арыстан, қоян, түлкі, аю және динозавр мен күшік қатысатын екен. Бұл жарыста тек жылдамдық емес, ақыл мен бірлік те маңызды деп жарысты ұйымдастырған қарға хабарлайды. Жарыс 3 кезеңнен тұрады. Орман арқылы жүгіру, әртүрлі кедергілерден өту керек. Өзеннен өту, суда жүзіп немесе көпір табу қажет. Таудың басына жету, ең соңғы әрі қиын кезеңі. Дайынсыңдар ма деп сұрайды қарға. Дайынбыз деп жануарлар жарыса бастап кетеді. Онда бірінші кезең орман арқылы жүгіру. Қоян лезде алға шықты, өйткені ол өте жылдам еді, бірақ қалың бұтақтар мен тастар оған кедергі болады. Арыстан өзінің күшін пайдаланып ағаштарды итеріп жолды ашып жүгіреді. Ал түлкі айналып өтетін қысқа жолдар тауып бәрінен озып кетеді. Екінші кезеңде өзеннен өту. Жануарлар өзеннің жиегіне жеткенде бәрі бір сәтке тоқтап қалады. Қоян судан секіріп өте алмайды, ал түлкі жүзе алмайды. Сол кезде піл суға кіріп, арқасына қоян мен түлкіні мінгізіп өткізеді. Ал күшік тастардың үстімен секіріп өтеді. Үшінші кезең таудың басына шығу. Бұл кезең ең қиын кезең болады. Тауға өрмелеу үшін күш, төзімділік және ақыл керек еді. Динозавр өзінің ұзын мойнымен достарын жоғары көтереді. Ал аю барлығына көмектесіп қауіпсіз жолдарды көрсетеді. Соңында барлық жануарлар бірге таудың басына жетеді. Сендер барлығың жеңімпазсыңдар деп жарыса алады қарға. Бұл жарыста жылдамдық қана емес, достық пен көмектесу маңызды екенін бәрі түсінеді.